Қарыз қажытты, кредит күн көруді қиындатты. Осылай деп етегі жасқа толып жүргендер жетерлік. Халықтың банкқа берешегі 19 триллион теңгеден асып жығылады. 1 миллион 600 мың адам кредитін 90 күннен кешіктіріп қара тізімге енген. Олар қалай күн көреді? Қарызсыз қоғам жобасы қиындықтан құтқара ала ма? Несие алған кезде оңай алып, төлейтін уақытта қиналамыз. Сондықтан осы жобаның бізге берері көп деп ойлаймын. Аманат партиясы бастамасын президент қолдады. Биыл ауқымы кеңейеді. Жоба аясында қанша адам сауаттылық арттырып тұрмысын түзеді. Ақша қолдың кірі деп жатамыз, бірақ сол қаржы болмаса қолың байлаулы болады. Көпшіліктен қалыспаймыз деп қарызға белшеден батып жүрміз. Қарызсыз қоғамды қалай құрамыз? Қаржылық сауаттылықты арттырудың жолы бар ма? Қайырлы күн, құрметті көрермен, Астана арнасының тікелей эфирінде айтарым бар. Студияда мен Талғат Қалжан және бүгінгі өзекті тақырып төңірегінде айтарымыз бар деп келген студия қонақтарымен таныс болыңыз. Балғын Қандылда Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі дәрменсіз борышкерлермен жұмыс басқармасы басшысының орынбасары және Елдар Жұмағазиев Аманат партиясының хатшысы да студияда. Альфия Салауат қызында шақыртты, қарызсыз қоғам жобасының заңгері. Сонымен қатар қаржы сарапшылары Дулат Мыңбаев, Айгерім Рысбаева және Рауан Ерғалиев бар. Сонымен қатар қала тұрғындары Нағызхан Ерімбет және Мақсат Абенов мырзамен де сұхбаттасамыз. Жалпы ақшаң болса қалтаңда, талтаңдасаң талтаңда. Қолында көк тиыны жоқтар кредит алып талтаңдауға көшті. Бір сәтті қуаныштың көпке созылмайтынын кеш ұқты. Қарызға белшеден батты. Қазір елімізде 8 миллион адамның кредиті бар. Тұрғындар банктерге 19 триллион теңге берешек. 1 миллион 700 мың адам кредитін 90 күннен кешіктіріп қара тізімге енген. Тіпті кредиті жоқ адамды кезіктіру қиын. Тұрғындар арасында сауалнама жүргізген едік. Бірге көрейік. Сіздің кредитіңіз бар ма? Әрине, кредитсіз қазақ балама керек. Қазақтардың бәрінде басында бір екіден кредит бар. Ол шындық дүние ғой қазір. Қанша теңге жасырым болмаса? 1,5 миллион. Не алып едіңіз оған? Балама бір не зат? Айына қанша теңге кредитке кетеді? 150 мыңдай төлеймін. 150 мыңдай төлейсіз. Одан өзіңізге қалған ақша жете ма жалақыңыздан кредиттен? Енді жеткіземіз, өйтіп бүйтіп. Балаларға оқуына компьютер алдық, ноутбук. Сондай тіршілік. Заттай да ақшалай да алдық қой, баланың оқуын төлеу, баланың несі ойын, бала үшін. Ойбай, кредитсіз адам жоқ шығар. Ипотекам бар, машинам кредиті бар, Каспийдан кредитім бар. В общем, 3 кредитім бар ғой, соны 450 мыңдай төлеймін. Өзіңіздің айлығыңыз барлығын жабуға, одан артық ақша қалуға жетеді ме? Жетпейді. Қиналып қаласыз ба кішкене? Конечно, қиналамыз. Одан дополнительный жұмыс істейміз, не істейміз енді. Қазір мен суткадан шығып келе жатырмын. Ипотека алып ойымызда бар. Ипотека алып ойымызда бар. Кредит емес, енді ипотека. Жалпы халық банктың қамын ойлап несие алып жатқан жоқ, ол түсінікті. Амалы болмағансын, еселенген пайызына қарамастан қарызға белшеден кіріп жатырмыз дейді. Бір жағынан қаржыны дұрыс жоспарлай алмаудың да салдары болуы мүмкін бе деген сұрақтың туындайтын қалыпты жағдайы. Осы кезде бағдарламамызды студия қонақтарына ортақ сауал жолдаумен бастағым келеді. Жалпы қалай ойлайсыздар, халықтың қаржылық сауатсыздығы дәл осылай есепсіз кредит алуға себепші деп тікелей айта аламыз ба? Қаржы сарапшылары бар. Елдар мырза, өзіңіздің пікіріңізді. Сарапшылар айтсын? Иә, қаржы сарапшылармен араласып кездесіп жүр, оқытып жатыр. Жақсы. Бізде бір емес, 3 бірдей қаржы сарапшысы отыр. Сондықтан пікірлеріңізді, айтарыңызды тыңдауға біз дайынбыз. Негізінен біздің тұрғындарымыз мынау несие қамытын киіп, қарызға белшесінен батуына негізгі себептердің бірі осы қаржылық сауаттылық төмендігінен болып отыр. Енді пайыздарды есептемейміз. Несие рәсімдеу өте жеңіл, ал енді қайтарым бойынша есеп кірістің көзімен табамын, қалай қайтарамын деген ой бізде кем болып қалады. Сол сәтіндегі пайда үшін несие алып отырмыз. Тұрғындардан сұрап көрейікші, жалпы ақша керек бола қалса, неге бірден кредит алуға құмартып тұрамыз? Не себеп болады көбінде?
Басқа жол жоқ па? Негізінде бұл жерде айтатын бір мәселе, несие құмарлық деген бір өзінің синдром қалыптасуы да болады негізі. Өйткені адамда өмірде өмір сүргеннен кейін кез келген бір проблема болған кезде, қазіргі кезде ақша алу үрдісі тым оңай. Оны шыны керек, 5 минутта кез келген миллионды ала бересің. Және де сол проблема болған кезде сен осындай ең оңай жеңіл түрді аласың, сол кезде миың соны түсініп алады. Ең проблема болған кезде шешудің оңай жолы осы екен ғой дейді. Содан адамның миында өзіме қатысты айтып жатқаным ғой енді. Сол кезде осылай үйреншікті жағдай болып, бір несие құмарлық өз синдромы осылай пайда болады да, кез келгенде қандай бір мәселелер өмірде туындап жатса, көмектесетін бір нұсқа ол кредит деген ой бірден келеді дейсіз ғой. Бірден келеді. Жақсы, өткен жылы бізде 3 наурызда басталды, банкроттыққа өтініш беру, соттан тыс банкроттыққа өтініштерді қабылдау. Дәл осы процесті көпшілік қарызынан оңай құтылудың жолы деп қабылдады ма? Солай өйткені өтініш бергендердің саны өте көп болды да, дәл осы жобаны барлығы солай ойлап қабылдаған сияқты. Бұл қарыздан құтылудың оңай жолы деп. Балғын ханым. Мынау былтырдан бері, осы 3 наурыз 2023 жылдан бері мемлекет басшысының тапсырмасын орындау барысында осы заң қабылданған болатын. Заңды, әрине заңды түсіндіру жұмыстары жүргізілген. Заң күшіне енбей тұрып басталды бұл жұмыс. Бірақ дегенмен қоғам банкроттықты басқаша қабылдайды. Мысалы, өзімді банкрот деп жариялаймын да, қазіргі бар қарыздарымның бәрінен бірден құтыламын, ешкімге ештеңе төлеп қажеті жоқ деген сияқты. Осы ой біздің азаматтарымыздың, былай қарасаңыз, біздің азаматтарымызда осындай ой қалыптасқан. Әрине, бұл банкроттық қаржылық мысалы жағдайыңыз басқа ешқандай шешім болмағанда, қаржылық жағдайыңыз тым төмен жағдайға келгенде, бұл ең соңғы қадам деп түсіндіріп жатырмыз. Алайда осы заң енгізілген бетте өкінішке орай көпшілік бұны олай қабылдай алмады. Бәрі бұны мынау бір рет берілген амнистия ретінде мүмкіндік деп қабылдап жатыр. Және де бізде қазір көптеген бұқаралық ақпарат көздерінде де барлығында айтады, 100 мыңдай адам өтініш беріпті, оның 77 мыңына, яғни басым бөлігіне сіздер бас тартыпсыздар, қолданбапсыздар деп. Бұл заңның кемшілігі ме деген сияқты әңгімелер айтылып жатыр. Дегенмен айтып өтетініміз, осы заң енгізілген бетте, оның мысалы қолдану негіздерін бәрін талқыламай, оны зерттемей, зерделемей, банкроттық енгізіпті ғой, барлығым мен де банкрот болып, өзімнің кредиттерімді төлемей салайын деген ниетпен тапсырған адамдарда көп болды. Яғни көбісі талапқа сай келмеді. Иә, талапқа сай келмеді. Сол себептен де мысалы бас тарту көп болды. Соны айтып өткен жөн. Енді қазір уақыт өте келе, біраз адамдар осы өзін банкрот деп жариялағаннан кейін кейбір салдар болады екен ғой деп енді түсініп жатыр. Тіпті өзін банкрот деп жариялаған кейбір азаматтар бізге қайта жүгініп жатыр. Жоқ, мені банкрот деп жарияламаңыздар, мен алдында қателікпен өтініш беріп қойыппын деген сияқты. Яғни банкрот ретінде танылғанның өзінде де сұрауы бар. Солай ғой. Себебі қазір енді мысалы үй алғысы келеді екен, ипотека дейді ғой, кредит алғысы, жаңадан қатты қажет болып тұрма білмеймін енді. Жаңадан кредит алғысы келеді екен, соны айтады. Маған енді қазір банктер кредит бермей жатыр деген сияқты. Сондай әңгімелер айтып жатыр. Бұл қатаң талаптардың бірі. Сол себепті банкроттыққа өтініш берген кезде де бұл жерде ойланып, қаржылық сауаттылықтарды ескеріп беру керек дейсіз. Жақсы, жалпы кредит күліп келгенімен жылап қайтады. Оңды солды қарызға кіру, білімнің жоқтығынан берешегін өте алмай қиналып жүргендерге қарызсыз қоғам жобасы көмектесуде. Аманат партиясының бастамасымен өткен жылы 65 мың адам қаржылық сауаттылығын арттырды. Мемлекет басшысы бұл тығырықтан шығатын баламасы жоқ жоба екенін жолдауында да тілге тиек еткен еді. Президенттің сөзін бірге тыңдап алсақ. Аманат партиясының қарызсыз қоғам жобасын ерекше атап өту қажет. Соның арқасында
еліміздің 8 аймағында 20 мыңнан астам адам қаржылық сауатын арттырды. Олардың көпшілігі 10 және одан да көп несие алған адамдар. Бұл жоба аз уақытта өзінің тиімділігін көрсетті. Үкіметке Аманат партиясымен бірлесіп, оның ауқымын кеңейтуді тапсырамын. Қарызсыз қоғам жобасының игілігін бүкіл еліміз көру қажет. Я, шынымен де жоба теңдессіз деуге болады. Әңгімені әріден бастасақ, Елдар мырза, енді сөз кезегі өзіңізге. Жалпы дәл осы жобаның тетіктері қашан және қалай басталып еді? Енді үлкен мәселенің бар екенін бана әріптестер айтып кетті. Өзіңіздің сауалыңызда сол мәселе тұрды. Өкінішке орай халықтың табысына, шығысына табысы үлгере алмай жатыр. Өзінің шығыстарын көбі осы несиемен алып жауып жатыр. Қазіргі біздегі елімізде дамып кеткен қаржылық технологиялар смартфон арқылы әріптесіміз айтып жатыр ғой бүгінгі осы тақырыпқа байланысты. Телефон арқылы оңай алу мүмкіндігі осы несиенің алу көлемін ұлғайтты деп айтуға толықтай негіз бар ғой деп есептеймін. Себебі осы өткен аптада Қытайдағы әріптестермен сөйлескенде ол кісілер айтты, бізде ондай мүмкін емес деп. Бізде ондай мүмкіндік жоқ дейді халыққа. Тек банағы ойыма келе қойды екен, бана фобия жөнінде айтып жатыр ғой. Кредитомания дейтін терминді де өткенде біз мәжілісте фракцияның жиналысы болғанда айтқанбыз. Ондайда бір терминге бір баға беру керек сияқты деп есептеймін өз басым. Енді ең бастысы қазіргі халқымызда бар мәселе бұл табыстың төмендігі. Көп айтып жатыр оны, жалақының төмендігі, енді қайда барсаңыз айтып жатыр. Енді бұған негіз болған нәрсе, біз енді ауыл-ауылды аралап жүргенде ең бастысы халықтың айтатыны мына кері байланыс дейді ғой. Халықта көкейіндегі ең басты мәселе осы мойындағы кредиттің тым жоғары деңгейде болуы. Оны бәрі айтып жатыр. Тығырыққа тірелдік, жаба алмай жатырмыз. Түркістан облысына барғанда бір әйел адам айтты, біз пайызына қарамаймыз, тек ана микроқаржылық ұйымдардың терезесінен ақша берді ғой. Менің немді кредитіме 10 баға берілді, сізге кредит берілетін болды десе, біздік жүгіріп барып сол кредитті аламыз деп бана өздері айтып жатыр да. Біздің мына түлектеріміз Түркістан облысында оқып бітірді. Сол өздерінің жасаған қадамдарына қазір өздері де бана өкініп жатыр. Мынандай пайыз болғанда мен оны алмас едім мүмкін. Оны маған ешкім түсіндіріп айтқан жоқ деп банағыдай сан соғып отқан адамдар көп та. Соған байланысты былтыр біз бастадық 2 мамыр күні. 65 мың адам оқыды. Пилоттық негізде былтыр қарадық. Халықтың сұранысы өте көп екен. Президент қолдап, биыл 750 мың адамды оқытуымыз керек. Бәрекелді. Енді алдымызда тұрған міндет өте үлкен, бірақ оны қазір жасап жатырмыз. 70 мыңнан астам адамды оқыттық қазір. Ендігі басты биылғы жаңалығымыз, біз қазір мектепке кірейін деп жатырмыз. Мектеп балаларын оқытайын деп жатырмыз. Колледж бен жоғары оқу орындарының студенттерін оқытайын деп жатырмыз. Мына мен айтып жүрген жерімізде. Қазір біз мәселенің салдарымен күресіп жатырмыз. Уже нені алып қойған кредитті адамдарды оқытып жатырмыз қазір. Себебі қазір біздің класста отырған 100%-ның 73%-ында келген адамдардың мойнында кредиті бар. Соның ішінде 78% келіп отқан классымызға келіп отқан адамдардың бәрі әйелдер көбіне көп. Енді мүмкін үйдегі бюджетті ұстап отқан әйел адамдар болатын болар, мүмкін деп ойлаймын да. Неге олардың или керісінше бана қосымша олардың жауапкершіліктері көп та. Енді қайтару керек қой қанша дегенмен. Ер адамдарда болады, бізде өңірлерге барғанда көрдік, ыңғайсызданады да. Ер басым мен қалай келіп отырамын, оқимын, қалай оны мойындаймын, бере алмаймын, қайта алмаймын деп қалай оны мойындаймын дейтін сияқты намыстанады, көп мәселелер бар. Сондықтан оған байланысты қазір классымызда отқан басым бөлігі әйел адамдар. Оларда да менің ойымша қазір жауапкершілік көп. Себебі не? Үйден айырылып қалуы мүмкін. Екінші, бала шағасының болашағы бар, алаңдайды. Осыған байланысты менің ойымша әйелдердің көп болуының менің ойымша негізі бар ғой деп есептеймін. Елдар мырза, сізбен сұхбатты міндетті түрде жалғастырамыз. Бізге хабарласып үлгерген көрермен бар екен, біз тікелей эфирдеміз және де WhatsApp желісіне де хат жазуға болады. Алғашқы көрерменмен тілдесеміз. Алло, ассалаумағалейкум, сіз тікелей эфирдесіз, біз сіздің айтарыңызды тыңдауға дайынбыз. Алло, саламатсыз ба? Менде мынандай сауал бар. Менің сіңлім кредит алған, бірақ сол кредиті бәрін жауып тастады, төлей алмай қалды. Енді жұмысқа кірейін десе кіре алмайды, жасы 60-қа жақындады, енді пенсияға жақындады. Еш жерге жұмысқа кіре алмайды, бүкіл банкоматының бәрі жабық,
частныйларға жұмыс істесе, частныйлардың төлейтіні 30-40 мың, или болмаса күніне 10 мың, қолма-қол алатын ақшасы. Соларды алып, қарызын шамалап жауып жатыр, бірақ банкоматтарының бәрі жабық. Сонда қалай өмір сүреді? Қателеспесек, Батыс өңірінен хабарласқан көрермен Ақтөбе қаласынан жұмысқа кіруге кедергі келтіріп жатыр. Банк карталарының барлығы бұғатталып қалған дейді. Сарапшылардан сұрайықшы, қаржы сарапшыларынан қысқа нұсқа қандай кеңес бере аламыз біз бұл көрерменге? Енді қазіргі алынып отырған бұл кісінің мойнындағы несиелерін бір талдап саралап көруіміз керек. Қай банктен қанша несиесі бар, қанша уақыттан бері төленбей отыр. Соған байланысты жаңа графикпен оны оңтайластырып. Оңтайласқан кезде бағанағы айтқан бұғатталған шоттардың барлығы ашылып, жұмысқа кіруге мүмкіндік болады. Бұндай хаттар бізде көп екен, айып етпеңіз, біз міндетті түрде толыққанды жауап беруге тырысамыз. Қазір бізде шағын жарнама, одан соң міндетті түрде тілдесеміз, экраннан алыс кетпеңіз. Астана арнасының тікелей эфирінде айтарым бар. Біз бүгін қарызсыз қоғам тақырыбы төңірегінде және дәл осы жоба аясында әңгіме қозғап жатырмыз. Жарнамаға дейін көрермен хабарласып, жалпы қара тізімге кредит мәселесінде еніп, қызының жұмысқа кіре алмай жатқанын айтты. Біз барынша сұраққа жауап беруге тырыстық және Елдар мырзаның қосары бар еді және дәл осы біз қара тізімге кірдік, барлық шоттарымыз бұғатталып тұр деген WhatsApp желісінде 200-ге жуық хат бар деп айтып жатыр тілшілеріміз. Сіздің дәл осы мәселеге қатысты қосарым бар еді деп айттыңыз? Үлкен мәселе, үлкен әлеуметтік мәселе. Бана өзіңіз бағдарлама бастыларда видеодан көрсеттіңіз. 1.700.000-нан 2 миллионға дейін осы адамдардың саны қара тізімде 90 күнден артық өзінің кредитін төлей алмай жүрген адамдар. Ол ресми статистика бұған байланысты. Бұлай қарағанда бұл еліміздің, халқымыздың, тұрып жатқан еліміздегі халықтың 10%. 20 миллион халық бар десек, соның 10%. Экономикалық белсенді адамдардың 20% алады. Бұл үлкен әлеуметтік мәселе. Екінші, бұл адамдардың бетінен итеріп, банағыдай анда жұмысқа алмайды, ағайындары араласпайды. Солай ғой енді, үйде бір конфликт, көп ондай мәселелер бізге келіп жатқан. Соған байланысты біз ұсыныс бергенбіз. Біз енді өзіміздің халқымыз ғой, өзіміздің халқымыз, өзіміздің қазақстандықтар. Сондықтан бұлардың кеудесіне ите бермейік, керісінше көмектесейік деп. Қолдау көрсетейік. Жақсы, енді білместіктен істеген болар, мүмкіндік берейік. 2 миллионның 1 миллионына мүмкіндік болса көмектесіп қарайық деп партияның басшысы басқарып, осы бірінші наурыз күні үлкен жиналыс өткен. Осыған байланысты Қошанов мырза үкімет басшысының орынбасарына ұсыныс берген. Мемлекет дайындаса осындай категориядағы адамдарды оңалту бағдарламасын қарастырсақ деп айтқан болатын. Орысша айтқанда реабилитация. Енді жақсы, енді осындай деңгейде жүр, көптеген адамдарымыз қасымызда, соған мүмкіндік берейік деп. Бана себебі айтып отқан не? Жұмысқа алмайды, рас мәселе. Себебі жұмыс беруші басына артықсы келмейді, оларда түсінуге болады. Оның бере жағы бар, ол бана карточкасына ақша түрсе, оны банк алып кетеді. Ол банаға қолма-қол ақша сұрайды. Ол құжат бойынша оны беруге мүмкіндігі жоқ. Бір, екінші банағыдай телефон соғып мазалайды. Сосын бұл да банаға алаңдап жүреді, психологиясында кішкене ауытқушылықтар бар. Оны да айту керек, себебі бір сондай жағдайға түскен адамдар ғой көбіне көп. Сондықтан бізде айтып жатырмыз, сол бағдарламаны қабылдасақ, ол бағдарлама болашақта ауыл аманаты деп аталатын бағдарламаның бір бөлігі болуы мүмкін. 2,5% қазір несие беріп жатырмыз халыққа. 2,5% несие беру бағдарламасына байланысты қазір көптеген халықтың арасында қолдаушылықтар бар. Көбіне жетпей жатыр, дегенмен де 2,5%-мен несие енді көп жерде жоқ, шын айтқанда. Ең төменгі пайыз деп айтыламын мен. Ал осы қазір 2 миллион халықтың осы бағдарламалар сияқты басқа да бағдарламаларға қол жетімділігі жоқ. Себебі қара тізімде тұр олар. Ала алмайды. Енді сол қара тізімнен шығарып, не болғанда мына мемлекеттің бағдарламасына дейін жеткізу керек оларды. Ол үшін не істеп жатырмыз? Біз мысалы айта кетейін, Мерке ауданында Агросауат дейтін оқу орталығын жасадық. Себебі халықтың негізгі табыс деңгейін көтеру мәселесі бұл халықтың біліміне байланысты. Бір айтып кетейін, бір өзімізде оқып шыққан азамат, 50-ден кеткен азамат, 4-5 рет құлпынай өсіруге талпынған екен. Алған кредит, құлпынай өсіргісі келген, бірақ технологияны білмеген, білімі жоқ, 8 миллион мойында бере жағы бар. Микроқаржылық ұйымдарға. Енді қазір оқып шықты, біз ол кісіге енді ешкім кредит бермейді. Біз оған қазір тауарлы кредит бердік.
Тамшылату суару технологиясын бердік 20 гектарға. Пленка бердік, ана жерді қазір жабады. 5000 көшет құлпынайды алып бердік. Қазір бұйырса осы бірінші шілдеге таман бірінші өнімін алады. 3-4 тонна құлпынайды алу керек қазір. Осындай бағдарламаны қазір біз халыққа ұсынып жатырмыз да. Мына бәрі теріс қараған адамдарға барып, біз Аманат партиясы санатында осындай бір қолғабыс жасап жатырмыз. Осындай адамдардың санын көбейту керек. Өйстіп барып, енді екінші мәселе, бұлар айтып жатыр, бізге бір не болса, контроль болса. Себебі біз технологиялық циклды білмейміз. Енді қазір біз агрономды қойдық. Ол кісіні қазір күніне 3 рет келіп агроном тексереді. Бақылап отыр. Онсыз тағы болмайды. Себебі біз тауарлы кредит беріп отырмыз. Ол тауарлы кредитті қайтару керек. Себебі 3-4 тонна алады, тонна құлпынайды. Осындай жылына 3 не алу керек, урожай, өнім алу керек. Сонда бір 7-8 миллион теңге табыс табады бір жылдың ішінде. Оның жартысын кредит жабуына кетеді, 8 миллионның 4 миллион жабады. Шетінен біздің тауарлық кредитті қайтара бастайды, сосын қалған ақшаға өзі тұрмысын дөңгелету керек. Осындай оңалту бағдарламасын қазір үкіметке ұсынып отырмыз. Осы мерекедегі жасап отқан пилотымыз жақсы деңгейде ұтымды шығып жатса, онда мемлекетке осы бағдарламаны заңдастыруға біз ұсыныс беретін боламыз. Яғни дәл осы жоба аясында білім беріп қана қоймай, жан-жақты мәселені шешуге, сонымен қатар қолдау көрсетуге де акцент жасалады деп жатсыз ғой. Енді жалпы дәл осы жобаға келіп білім алу 5 күн екен. Және ол су тегін. Осы кезде сарапшылардан сұраймыз, Айгерім ханым, Рауан мырза, 5 күннің ішінде жалпы қаржылық сауаттылықты меңгеріп алу мүмкін ба? Жалпы 5 күндік білім алумен қаншалықты қаржылық сауатымыз жақсы деңгейге көтеріледі деген сұрақ қой. Жалпы не үйретесіздер 5 күннің ішінде? Енді бүгінгі күннің көрінісі, несиенің өте жоғарғы көлемі біздің халқымызда қаржылық сауаттылық өте төмен екенін көрсетіп тұр. Осы тұрғыдан қарасақ, 5 күндік болсын біздің оқу аясында қатысушыларымыз негізгі білімнің тақырыптарын толық қамтиды. Ол отбасылық бюджет, ол қарапайым нәрселерден басталады. Жеке бюджетті басқару, кіріс шығыс есебі, өзінің несиесін толық жазу. Кейбір қатысушыларымыз қанша теңге қарыз бар екенін де білмейді. Біз тапсырма беріп, осы қарыздарыңызға аудит жасаңыздар деп, ол кісілердің толықтай көзқарасын өзгертуге тырысып жатамыз. Міне, қарапайым нәрселер, жеке басының бюджеті, отбасылық бюджет, банк өнімдерін айыра білу, пайыз неден құралады. Осындай ақпаратты бірінші 3 күнде біз қарастырамыз. Үй тапсырмасымен, есеп шығарумен, өздерінің графиктерін алып келеді, өздерінің несие шарттарын алып келеді, соны оқып, нені білдіреді, мына бап нені көздеп тұр деп толықтай түсіндіріледі. Шын мәнінде енді қаржылай кредит алатын кезде пайызына қарамайтынымыз рас қой. Мынандай уақытта жауап тастай салам деген сияқты оймен аламыздағыны, ең соңында ол пайыздық көрсеткіштердің шын мәнінде іс жүзінде қалай әсер ететінін кейіннен түсініп жатамыз. Сіздер осы дүниелердің барлығын егжей-тегжей түсіндіресіздер. Солай ғой, осы кезде сіздерге келген жалпы білім алуға талпынған жандардың практика дейміз ғой, сол кезде өте көп мысалдардың бар екенін білеміз. Солардың біріне тоқталғым келеді. Қателеспесем, Шығыс Қазақстан облысының бір тұрғыны автокөлік алғысы келген. Және автокөлік алу үшін қажетті алғашқы жарна үшін ғана 24 кредит алған екен. Оның ішінде екінші деңгейлі банктер бар, микро қаржы дейміз. Осы жағдайда қандай заңды тұрғыда көмек көрсетіліп, тығырықтан шығудың жолдарын қалай көрсеттіңіздер? Заңгерден сұрасақ. Енді жалпы қарсыз қоғам жобасының қатысушыларының құқықтық көмекке келетін басым бөлігі кредиттермен келеді ғой. Жаңада айтып отыр ғой бәрі де. Адамдар өзінің қанша қарызы бар екенін білмейді. Алған кезде уралап бәрі алады, ең соңында төлейтін кезде менің табысым шынында расходтарыма, шығыстарыма мүлдем жетпейді екен деп дейді. Біздер енді ең алғашқы талап етілетін құжат бұл бірінші несиелік бюродан алынатын ақпарат. Бұл кредиттік тарих деп аталады. Сол жерде міндетті түрде барлық қарыздар туралы, оның ішінде екінші деңгейлі банктерге, микроқаржылық ұйымдарға, коллекторлық агенттіктерге өткен қарыздар ғана көрсетіледі. Солардың барлығын зерделейміз,
толықтай міндетті түрде азаматтың өзіне толықтай түсіндіріп айтамыз. Кімнен, қай уақытта, қашан, қанша суммада алынды. Кейбір кезде микроқаржылық ұйымдардың енгізілген ақпараттарында жазылып тұрады, мысалы 100 мың теңге алынды, оны 150 мың теңге етіп қайтару керек деп. Банктердің шарттарында бұл әрине азаматтың өзінің қолында ғана жүреді. Соның барлығын түсіндіреміз, қанша күн просрочка болды, төленбей қалды, не себепті. Ең басты мәселені шешу, бұл не себепті төлей алмай қалып жатырсыңыз, не себепті осы кредиттің барлығын бір мезгіл, көбіне бір уақыттың 3 ай, 6 ай аралығында алына береді қатарынан. Яғни оның барлығы толықтай зерделеніп, әр азаматпен жеке сұрақ қою арқылы, контакт жасау арқылы толықтай зерделеніп, сосын бұл азаматқа нағыз тиімді жолын ұсынамыз. Яғни нақты айтатын болсақ, бірнеше кредитті біріктіріп, бір төлем жасау схемасын жасап бересіздер. Реструктуризация, яғни ең тиімді жолын. Бірінші мына рефинансирование жасап көрейік. Ұсынасыздар. Енді осы жерде қала тұрғындарынан сұрайықшы, бізде қоңырау өте көп, біз оларды қосып үлгере алмай жатырмыз. Сізде, Нағызхан мырза, 10 миллион кредит болған екен. Құтылу үшін қайда бардыңыз, қалай өтініш білдірдіңіз, қандай білім алдыңыз, қазіргі нәтиже қандай, көрермендерге түсінікті тілмен нақты айтып, жағдайыңызды бөліссеңіз. Қай жағынан бастасам болады? Бұл кезде кредит алған кезден бастаңыз. Бернард Шоудың айтпағы бар ғой, қарыз деген қақпан секілді дейді. Түсі оңайда, шығу қиын демекші. Сол тасында түскен жері ауыр болады. Бұл жерде қарыз батқан кезде ай сайынғы төлем 500 мыңнан аса бастады. Ал табыс көзі мүлдем жоқ бола бастады. Табыс көзінің жоқ бола бастауы бұл энергияның жоқ болуы, энергия жоқ болуы ол депрессия, уайым сондайғы болғаннан кейін қақпанға түскеніңізді түсіндіңіз, әрі қарай әрекет қалай болды? Иә, әрі қарай әрекет бір осы әлеуметтік желілерді қарап отырған кезде осы қарыз қоғам мәселесі шығып қалады. Мен мынау мүмкін расында осы бір індетімнің бір емі болатын шығар деген мақсатта да барғаным болатын. Одан бөлек жалпы бұл мидың авариясын емдеудің бір жолы ғой, енді былайша айтқанда. Сол кезде Дулат мырза өзіңіз... Сіз осы сарапшылардан сабақ алдыңыз. Дулат Мбаев мырза сол үйреткен болатын. Барған кезде білмейтін жағым көп болатын. Шыны керек, мен де былай енді көз ашық адам деп есептегенмін, бірақ қайтсе де білмейтін тұстары көп болған. Рас, мысалы, айта берсек, мысалы, Каспийдің өзінде сенің мынау жылдық ГСВ деген болады, өзінің пайыздық мөлшерлемесі. Мысалы, 1 миллион теңге алсаң, 250 мыңға қайтарасың дейді. Былай қарап тұрсаң, 25% сияқты көрінеді, бірақ фактыны алатын болсақ, ол қайтарылған кезде обратный кредит калькулятор деген дүниеде бар екен, сол кезде 45% шығады екен. Ол жағы түсінікті. Нақты айтайықшы, өтініш, уақыт шектеулі ғой бізде. Жалпы сіз өзіңіз айттыңыз, табыс көзі болмай тұрғанына қарамастан ай сайынғы төлейтін кредитім 500 мыңға жетті деп. Бұл тығырықтан қалай шықтыңыз? Мамандарға жүгіндіңіз? Мамандарға жүгіндім. Ол жерде мысалы микроқаржы мәселелері болатын, бұғатталған счеттарда болатын. Бұл жерде, мысалы, әрбір ол жерде керісінше олармен келіссөздер жүргізу. Қиындықтан қашпай, оны қасқая қарсы алу керек. Әрине, сол кезде мысалы қарсы қоғамдағы заңгерлерге де жүгіндім. Сол кезде мысалы микроқаржы ұйымында мысалы 30 күн асып кеткен дүниенің бір 240 мың, 50 мыңды, мен 240 емес, 175 мың қып өзін сол алған счетмен жапқан болатын. Мысалы қаншама счетты эконом жасаған болатын. Одан бөлек жалпы мынау қосымша табыс көздерін іздеу, одан тағы бір бөлек мәселе, бұл кішкене, мысалы, Дулат аға, бұл инструментарийден бөлек кішкене мынау ішкі жан дүниеменде емдеу жұмыстары да болды да, шыны керек. Болды, шыны керек. Бұл ең негізгі база және фундамент десем болады. Өйткені сол арқылы бір өмірге деген құлшыныс пайда болып, тағы да қарастырасың. Сөйтіп, бір ретімен қазір шыны керек бір 2,5 миллиондай қалды. 10 миллионнан 2,5 миллионға қалды. Бұл шыны керек бір 3-4 ай өтті ме? 3-4 айдың өзінде осы шешілген мәселе. Мен шынын айтам, бұл барлық нәрсе, Аллаға шүкір шыны керек, барлық нәрсе өз ретімен болады. Яғни түсінген бойынша сіз қарызсыз қоғам жобасына барғаннан кейін 4 айдың ішінде 7,5 миллионға жоқ қарызыңызды жауып тастадыңыз ба? Әрине, бұл жерде бұл да өзінің көмегін тигізді. Одан бөлек, тағы мысалы, Дулат аға айтады да, мысалы, бұл 5 күн біткеннен кейін ол бітіп қалмайды онымен. Мен күніге кез келген аға, осындай жерде мұндай болдық, мұндай бір жыл көлемінде сені сопровождение дейді ғой, былай сүйемелдеу болып отырады, ол да бір мәселелер бар.
Одан бөлек сен нақты осы індет келді ма, мысалы грипп болған кезде біз емделеміз ғой осыған қатысты. Дәл осы сияқты менде қарыз індет болса, соған қатысты кітаптар ала бастайсың. Оған қатысты іздендіңіз, нәтижеге жетуге талпындыңыз. Өзіңнің инстаграмың бар, барлық жерде подписка жасап, нақты кім қаржыға қатысты мәселелер үйретеді, соны барлығы подписка жасап, өзің айналаңды дұрыстай бастайсың. Бәрекелді, 4 айдың ішінде 7,5 миллион қарыз жабу, ол шынымен де таңғаларлық жағдай. Құрметті көрермен, бүгін біз қарызсыз қоғам тақырыбы төңірегінде әңгіме қозғап жатырмыз. Тікелей эфирдеміз, шағын жарнамадан соң жалғастырамыз, экраннан алыс кетпеңіз. Біз жарнамадан оралдық және қарызсыз қоғам тақырыбын әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен қатар дәл осы жоба тек қана қаржылық сауаттылықты арттырып қана қоймай, бизнес бастауға да көмек қолын созуға қауқарлы. Осы орайда студиямызда отырған Мақсат мырзаны әңгімеге тартқым келеді. Себебі сіз дәл осы қарызсыз қоғам жобасына бару арқылы қазір бизнес бастауға талпынып жүрсіз. Жоқ, әлі бастап кеттіңіз ба? Жоқ, әлі бастаған жоқпын. Қазір білім алып жатырсыз ба? Білім алып болдым. Мен Әйгерім ханымнан білім алдым. Енді қарызым, мына жігіттегідей ондай қарызым жоқ, бірақ енді кәсіп бастау өз-өзіме жұмыс істеу деген болды. Одан кейінгі мәселе өзім инвестициямен айналысам деген сондай бір не болды. Енді бұл жердегі жаңа агрокредит холдинг арқылы мысалы Әйгерім ханымнан біз көп нәрсе алдық. Бұл жердегі ұнаған нәрсесі жаңағыдай жоспар жасау, алғашқы қадамдар. Енді мен мысалы кәсіпке келетін десем, жаңағыдай қараңғы бөлме сияқты көп нәрсені білмейсің. Бұл жердегі мәселе сол сүйемелдеуі, жаңағыдай жоспар жасауы, мысалы мына жерден жаңағыдай қосып, сол нәрселер орнады да. Қазір ол жерде енді мемлекетте кезекке барып тұрдық, жаңағыдай шарттармен таныстық. Енді қазір кезекте тұрмыз, бұйыртса болып қалатын шығар. Өйткені 2,5% деген енді бағанада айтып жатыр. Қазіргі уақытта өте керемет пайыз. Егер мен қазір екінші деңгейлерді банктен алғанның өзінде де мен залогый кредит алсам, мен 22-23%-дан бастап алам. 2,5% деген инфляцияның қазір салыстырумен тіпті тегін деп сондай нәрсе болады. Сізге сәттілік тілейміз. Осы кезде қайтадан қаржы сарапшыларын сөзге тартқым келеді. Рауан мырза, жалпы айтыңызшы, біз айттық қой бағдарлама басында, 65 мың, яғни 70 мыңға жуық адам өткен жылдан бері қаржылық сауаттылығын арттырды деп. Солардың ішінде нақты болмаса да пайыздық көрсеткішпен қанша тәлім алушы жағдайын жақсартты деп айта аламыз. Бизнес бастап. Біз енді осы қаржылық сауаттылық курстарын оқып жатырмыз. Енді мен осы жобада осы жылдан бастап жұмыс істеп жатырмын. Нақты статистиканы айта алмаймын. Бірақ мен өз осы қазіргі күнге дейін 14 топ өткіздім. 14 топ кезекпен. Соның ішінде бизнесін бастап жатқан, осы сауалмен келіп жатқан адамдар бар. Осы жаңа кредит жөнінде айтып жатырмыз ғой, қаржылық сауаттылық ол өзінің деңгейлері де бар, базалық деңгей, іргелі деңгей, және қаржылық сауаттылықта біз кредит жөнінде ғана айтпаймыз, сонымен қатар әртүрлі инструменттерді береміз. Ақшаның құнын түсіндіреміз, альтернативті құн деген бар, болашақ құны бар, осы инвестицияларды және кәсіпті ашқанда неден бастауға болады, сол жөнінде де айтып жатырмыз. Сол сияқты осы саладан да бізге жеке консультацияларға да келіп кеңес алып жатады. Былайша айтқанда 5-10% ондай адамдар бар, алған адамдар кеңес алып өзінің кәсібін ашқым келеді, не істеуге болады дегенде. Осындай. Әрине болады. Мен мынау қарызсыз қоғам жобасының үлесі туралы енді өз тарапымнан бір айтып өткім келеді. Себебі мынау мемлекеттен жағындай жеңілдетілген несие беру дейді, мемлекеттен көмек дейді. Сонымен қатар мынау банкроттық азаматтардың банкроттық институты енгізілген бетте өздеріңіз көрсеңіздер интернет желісінде неше түрлі жарнамалар жүреді. Бір күнде сізді банкрот деп танимыз, енді қарызыңызды төлемейсіз деген сияқты прям айғайлап тұратын сондай жарнамалар жүреді. Және де өкініштісі көптеген біздің азаматтар солардың қызметіне жүгінеді екен. Себебі мынау бізге банкроттық рәсімін қолдану туралы өтініш берген азаматтар кейбіреуіне хабарласамыз. Мысалы, мен өтінішін көріп тұрмын, 1-2 құжаты дұрыс емес екен деген сияқты. Сол мысалы кейде хабарласып, жаңа сұрайсыз ғой, сіз неге мынаны бүйтпедіңіз, сөйтсем айтады. Мен заңгерге жүгінгенмін. Заңгерге 300 мың теңге ақша төледім дейді. Енді қазір мен мына өтінішті қайтып алсам, ол ақшам далаға кете ме деген сияқты сұрақ қойды. Мен әрине өз тарапымнан қатты таңғалдым. Сонда таңғалдым дедім, сіз неменеге оған ақша төлейсіз? Біріншіден мемлекеттік органға хабарласуыңызға болады, біз сізге телефон арқылы
осылай қазір мысалы қалай хабарласып тұрсыз, солай кеңес бере аламыз. Екіншіден, сонда жаңағы айтқаным не енді, осы қарсыз қоғам жобасы бар емес пе? Сіз мысалы телефон арқылы егер кеңес алуға онымен қанағаттанбасаңыз, сол кісілерге барып, құжаттарыңызды көрсетіп, солар сізге сіздің мәселеңізді шешуге жол табуға көмектеседі деген. Яғни ортадағы және ол тегін деп, ол тегін. Ортадағы орталықтардың қызметіне ақша төлеп жүгінудің қажеті жоқ дегіңіз келіп тұр ғой. Қаржы, дәл осы қаржыға бағытталған, сауаттылыққа бағытталған жоба арқылы барлық сұраққа мемлекет тарапынан тегін жауап алуға болады. Өзі қарызды ауыртпалығында жүрген азаматтарға жаңағы ортада жүретін көмекшілер, бая айтсаңыз, солар осы мәселені одан сайын ушықтырып жатыр. Шыны керек. Сондықтан енді мен мысалы қазір мемлекеттік орган өкілі ретінде емес, мысалы азамат ретінде айтып отырмын, осы қарсыз қоғам жобасының үлесі өте көп. Бір жағынан ойлайсың, өзіңді барып, мен мысалы банкроттық жағынан білсем, басқа жағынан білуге бір кеңес алуға болушы еді деп. Жақсы. Бізге WhatsApp-қа келген сұрақтардың санында шек жоқ, және солардың ең негізгісіне тоқталып үлгергім келеді. Олардың сұрап жатқаны сол: қарызымыз көп, қайда барамыз, қарсыз қоғам жобасына қалай қатысамыз, қайда өтініш беру керек, Қазақстанның барлық өңірлерінде бар ма, мекен жайын қайда табамыз, немесе онлайн оқимыз ба, офлайн оқимыз ба? Көп сұрақ, бірден барлығын жолдадым. Жауап болса енді. Мен айтайын. Банағы өзіңіздің қойған сұрағыңызға байланысты көрермендердің көкейінде жүрген сұрақ сол болар. 5 күн оқу. Енді біреу көп деп жатырады, оқырмандар айтады, оқыған оқушыларымыз 5 күн аздық етеді керісінше деп, банағы сүйемелдеу деп жатыр ғой жігіттер. Сүйемелдеу мәселесі қазір өте өткір тұрған нәрсе. Себебі адамдардың барып консультация алатын жері жоқ осы мәселе бойынша. Бір үлкен мәселе. Екінші, мына жобамыз былтыр басталғанда кішкене түсініспеушілік болды да, жергілікті атқарушы органдармен. Енді біз айтып жатырмыз, енді бізге осындай мәселесі бар кісілерді жинаңдар, әкімшіліктерге айтып жатамыз ғой деп. Сонда адамдарды түсінбейді, оқуға жинап жатыр, аманат жинап жатыр екен деп айтады. Бірі барғысы келсе, бірі барғысы келмейді. Сосын бір жалаң әңгіме кетіпті, аманат қарыздарыңызға жауап береді екен деп. Сөйтіп келіп отырған адамдар да болды. Қарызымызды жаппайды екенсіңдер ғой, біз кеттік деген сияқты. Енді түсінікті ғой, енді әрбір адам 18-ге толғаннан кейін өзінің қабылдаған шешімдеріне өзі жауап беру керек, түсінікті, заң жүзінде. Сондықтан бұл өте үлкен мәселе. Қазір енді түсіністік бар, үкіметпен, әкімшіліктермен, барлығымен 12 банк биыл көмектесіп жатыр осы жобаның аяққа тұруына байланысты. Көптеген мәселелер бар. Дегенмен де бана айтам, жобаның екінші кезеңіз деп айтып жатырмыз Талғат қазір. Біз былтырғы түсінгеніміз, халық тек оқып шыққанға риза болмай жатыр көбі. Мен бере жағымды қалай жабам, ақ тізімге қалай енем деген сияқты нақты сұрақтар қойып жатыр. Көрермендердің көкірегінде жүрген сол. Банағы айтқан әңгімем, 1 наурызда жиналыс болды деп айттым ғой. Енді мемлекетке біздің ойымызша осы адамдарды нақтылау үшін, бұл осы адамдарды экономикалық белсенді адамдардың тізіміне қайтадан қосу үшін банағы оңалту бағдарламасын қабылдау керек. Ол енді кезек күттірмейтін іс деп есептеймін. Оның тетігінде біз айтып отырмыз. Себебі қазір WhatsApp-қа жазылған адамдардың көбінің қазіргі тырыққа тіреліп, қайда барарын білмей отқан адамдар көбіне көп. Рас қой енді. Бана айтқан психологиялық портретінде беріп отырық. Олар енді қайда барады, шын айтқанда? Ауылдағы адамдарға банағыдай мүмкіндік жасап жатырмыз. Қандай бағытта бизнес ашқысы келеді, соған байланысты біз банағыдай тауарлы кредит беріп, мүмкіндік жасауға қазір талпынып жатырмыз. Бизнестің дөңгелетуге. Енді айтып жатырмыз, ешқандай балық берілмейді, қарамақ береміз қолдарыңа. Өздеріңіз банағы осы тығырықтан шығаруға жұмыстаныңдар. Біз көмектесеміз сендерге. Партия тарапынан, үкімет тарапынан бірігіп сендерге көмектесуге дайынбыз деп жатырмыз. Сондықтан құрттай бір шыдамдылық керек қой деп есептеймін. Осы мына мерекедегі Жамбыл облысында жасап отқан жұмысымыз тиімділігін көрсетсе, менің ойымша келесі жылы осы бағдарламаны ашуға біз кәдімгі ұйытқы болуға тырысып жатырмыз. Осыны бір ақпарат ретінде айтайын дегенім. Бәрекелді. Сонымен қатар Аманат партиясының ресми сайтында дәл осы жобаға қалай қатысу керек, қайда бару керек, толыққанды қосымша ақпарат алуға болады. Дұрыс қой, сұраққа жауап бердік. Айта қойыңыз. Мынау қарсыз қоғам жобасы былтыр мамыр айынан басталды ғой. Мен өзім Түркістан облысында 3 ауданында дәріс бердім. Негізгі мынау халықтың осы қаржылық сауаттылық арттыру курсына келіп оқылу үшін келіп жазылатын жері өңірлік Аманат партиясының кеңселері. Сонымен қатар ауылдық әкімдіктерге барып жазылып қойса болады. Біз мынаншама адам осындай курстан өткіміз келіп отыр. Сол ауыл округіне біздің сарапшысы барып, сол дәрісті өтеді. Дәл қазіргі уақытта 150 қаржы сарапшысы біздің барлық өңірлерде сабақтарын беріп отыр. Бәрекелді. Одан кейін біздің
осы жобаның аясында құрған Қоғамфин KZ деген портал бар. Сол арқылы онлайн өтінім бере алады. Онлайн өтінім. Өзіне ыңғайлы қай датаға, қай айға ыңғайы келеді, мысалы отпуск күніне сәйкес келеді, болмаса жаңағы демалыс күніне сәйкес келеді деген, сол уақытты таңдап өз өңірі бойынша өтінімін бере алады. Яғни тегін білім беріп қана қоймай, тіпті ол кісілердің графигіне де ыңғайлануға дайынбыз дейсіз ғой. Онлайн өтінімдерін беріп, біздің қаржы сарапшылар сол топты барып оқытатын болады. Және де бұл жобаның кеңесшілері, мысалы банкроттыққа да өтінішті қалай беру керек, қандай талаптарға сай болуың керек деген сияқты да кеңес бере алады. Оны растайсыздар. Жаңа 5 күнде не өтесіздер деп сұрадыңыз ғой. 4-ші күн бізде толықтай банкроттық туралы тақырып және бүгінгі күні дамып келе жатқан алаяқтық. 4-ші күннің тақырыбы негізгі екі осы тақырып бойынша толықтай ақпарат беріледі және 5-ші күн қосымша табыс тапқысы келетін және кәсібін ашқысы келетін адамдарға арналған тақырып. Яғни 5 күннің ішінде нағыз керекті мәселелерді талқылап, керек кеңестермен бөлісесіздер. Мына заңгерден мына бір жағдайға байланысты сұрай кеткім келеді, өйткені жолданып жатқан сұрақтардың ішінде осыған ұқсас жағдайлар көп екен. Ақтөбе қаласында қателеспесем, зейнеткердің балалары атынан бірінен соң бір кредит алып тастаған. Сәйкесінше зейнеткер өзінің зейнетақысын ала алмай қалған. Сіздер заң жүзінде қандай көмек көрсеттіңіздер? Қандай көмек көрсете аласыздар? Көмек көрсетілген, ол жағдайда. Яғни ол жерде зейнетін алуды жалғастыруға мүмкіндік ұсынылған, яғни көмек берілгеннен кейін. Негізгі сұрағым келгені, жақсы, зейнетақысын ары қарай алуды жалғастырды, бірақ алынған несиені кім төлейді ары қарай? Осы жағдайда не істеуге болады? Енді ондай жағдайлар біздер заңи тұрғыда бұл алаяқтықпен тең негізі. Менің атымнан 3-ші адам, ол мейлі жолдасым болсын, балам болсын, тумаласым болсын, маған айтпай алғаны, оны ақыр түбі қайтаратын мен болам. Себебі кредит, несие менің атымда. Яғни бұл жерде банкта, микроқаржылық ұйымда оған кінәлі емес. Шыны керек. Енді жұмыстанады, әрине пенсиясының теңдей жартысы қарыздарды өтеуге бұл заңнамамен қабылданған сондай норма, қалған жартысын зейнеткер өзінің күнделікті тұрмысына пайдаланады. Яғни түбінде сол алынған кредитті бәрібір өкінішке қарай зейнеткердің өзі. Азаматтық тұрғыда әрине талап арыз беру арқылы бұл егерде шынымен де дәлелдей алса, ол ақшаны несиені өзіне рәсімдегенмен бұл ақшаны өзі көрмегенін дәлелдей алатын құжаттар болса, мысалы, қай жерден шешіп алды, қай уақытта шешіп алды деген нәрсе сияқты, мүмкін переводтар бар шығар, соның барлығын дәлелдеу арқылы азаматтық заңнама шеңберінде әрине жаңағы алған адамнан өндіріп те алуға болады. Бірақ хат жазып жатқан көп аналар біле тұра алып берген едік, өз балам ғой, енді артынан сотқа да бере алмаймын деген сияқты өкініштерін жолдаған екен. Бүгінгі тақырып төңірегінде айтқан тұшымды ой пікірлеріңіз үшін көп рахмет. Уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс, және дәл осы жобаны әрі қарай жалғастырып, қарызсыз қоғам құруға барлығымыз бірге белсенді атсалысайық. Құрметті көрермен, бүгінге айтарымыз осы. Жұмыс күндері 17:00-де Астана арнасының тікелей эфирінде амандықта жүздесейік.